Маңғыстауда криминал авторитет Алиба деген басқарып отырған туралы зерттеуін жариялайды. Алибаның көмегіне жүгіндіңіз бе? Неге халық ол кісіні рекеттеп отыр? Әлібек Нарбековті. Емес, рас, мен жасырмаймын. Әлібек Нарбековтің азаматты мен танимын. Бұл қызметке келгенге дейін танимын. Енді әлеуметтік желіде жүріп жатырған, болмаса интернет ресурстарындағы қауесеттерге қатысты. Біреулер айтады, облыстық кадр мәселесін шешіп отыр деп. Мүлдем ондай жоқ. Болмаса конкурстарға араласып отыр дейді. Ондай мәселе ол да мүлдем жоқ. Дөңгелек үстелдің болып жатқан видеолары тарағаны, ол да яғни өтірік па? Дөңгелек столда біздерде күніге қаншама дөңгелек стол етеді. Бір нәрсені нақты айтып кетем, ешқандай ОПГ деген Маңғыстау облысында жоқ. Егер бар болса, іс жүзінде дәлелдесін, болмаса сол айтқан адамдар көрсетіп берген дұрыс болар еді. Әлібек Нарбеков сізде қандай жұмыс атқарады? Ол ешқандай жұмыс атқармайды бізде. Ол ешқандай жұмыс атқармайды. Ол кісі неге шақыртып алдыңыздар, жұмыс атқармаса ол жиынға сіздер? Біз шақыртып алдық деп кім айтты? Енді жиында отырсың. Мадина ханым, уақыт. Жиында отырғанда әртүрлі жиындарға қатыса береді, оны Маңғыстауға айтып отыр, күніге қанша мың адам келеді, қанша мың адам кетеді. Оның бәрі кім келіп, қай жерде. Сіз танимын деп айттыңыз ғой, енді сіздің аузыңыз жоқ. Мен танимын. Мен ұялы телефонымда 6 мың жарым адам телефоны бар. Мен көп адам танимын.